Сәлем, 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 қымбатты менің достарым. Сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Сіздермен бірге керемет мерекелік дастарханға арналған, бастысы ауызда еритін керемет тарталетке жасау рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бөлме температурасында еріген маргарин үстінен ұн қосып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Қанша керектігін барлығын описание бөліміне жазып шығамын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Барлығын бөлме температурада болуы міндетті түрде, себебі қолымызбен араластырғанда қиындық тудырмау керек. Бетіне жарты шай қасық тұз, 2 шай қасық шекер және де 2 ас қасық сүт қосамыз. Барлығы да салқын болу міндетті түрде, өте жылы болу керек емес. Тоңазытқыштан алып қоса берсеңіздер болады. Және бетіне бар жоғы 2 дана жұмыртқаны шағып жібереміз де, жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бастысы қамырыңыз илеуі қанған болу керек. Міндетті түрде жақсылап умаждап илеңіздер. Және барынша ұнды қосқан кезде елекпен елеп өткізсеңіздер тіпті жақсы болады. Иленген қамырды пакетке салып қоямыз да 10-15 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Демалған қамырымызды дастарханға жайып, ешқандай ұн сеппейміз. Бетінен дәл осындай мен пленка пакетті қолдандым. Сіздерде арнайы құрылғы болатын болса, арнайы осындай жаюға арналған пленканы пайдалансаңыздар болады. Мен жай ғана қалыңдау жаюға ыңғайлы осылай пленка пакетті кесіп ашып алдым да үстінен оқтаумен жайып шықтым. Қалыңдық диаметрі шамамен жарты сантиметрдей, я болмаса жоқ дегенде 4 миллиметрдей болған дұрыс. Және арнайы осындай кескіш құралды қолдандым. Жоқ болатын болса, жай ғана стаканды қолдансаңыздар болады. Бастысы біз салатын қалыптан шамалы үлкенде болу керек. Дәл осылай саусақтарымыздың көмегімен жақсылап орналастырып аламыз қалыпқа. Қалыпты ешқандай майлаудың қажеті жоқ. Үстінен осылай тіс шұқығыш ағашпен тесіп шығамыз. Себебі ауа кіріп қатты ісініп кетпес үшін. Барлығын дәл осылай әдіспен, қамырыңыз кеуіп кетпес үшін бетін пленкасын жауып қолданғандарыңыз дұрыс болады. Себебі тез қайызданып кеуіп кетуі мүмкін. Бар жоғы жылдамдықты ғана қажет етеді. Барлығын осылай қалыптарға салып алсаңыздар болады. Барынша силиконды ыдыстарды қолданбауға тырысыңыздар, себебі ол шамалы біздерге қалыпқа салуға қиындық тудырады. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 15-18 минутта пісіп шығады. Піскен тарталеткелердің қабыршақтарын дәл осылай қиындықсыз алуға болады. Ешқандай уайымдамаңыздар, жабыспайды. Мінекей, енді кезек бізде креміне 150 грамдай сырлы крем чизімізді қолданамыз. Үстінен 5-6 ас қасық толтырып сахарная пудра саламыз. Оның үстіне загуститель қосамыз. 1 пакеті жеткілікті. Себебі креміміз біздің қою болу керек. Және қою болу үшін барлық қоспаларыңыз міндетті түрде салқын холодильник, яғни тоңазытқыштан шыққан болу керек. 33% сливкимізді мен свежийді қолданамын үнемі. Содан бір 350-400 грамм құясыздар. Жақсылап миксермен үздіксіз 7-8 минут айналдырсаңыздар жеткілікті. Егерде кремдеріңіз сұйықтау болып жатса, әлі де тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып алсаңыздар жарайды. Сол кезде холодильникте тұрып өзі қоюланады. Мінекей 7-8 минут айналдырғаннан өзі қою бір келкі болып шығады. Қою болғандығын дәл осындай
лопатканы тығып қойсаңыздар, қимылсыз тіке тұрып қалу керек, содан да біле бересіздер. Арнайы кулинарлық мешок қалташаларға осындай насаткаларды қоямыз. Басына әртүрлі, мен гүл түрін алдым. Дайын болған кремімізді осы кулинарлық қалташаға жақсылап орналастырамыз. Егер сіздерге басқа да әртүрлі түстермен ұнайтын болса, жай ғана ішіне, осы кремнің ішіне краситель қоссаңыздар болады. Бір бөлігіне қосып араластырып жасасаңыздар да болады. Мен ондайды онша ұната бермеймін. Жай ғана ақ түрін қолданамын. Барлығын өздеріңіз ұнатқан формада қалыппен әдемілеп құйып орналастырып аласыздар. Мен барлығын жай ғана гүл формасында құйып шықтым да, және төбесіне түймедақ гүлі сияқты етіп, тағы да жағып шықтым кремді. Және бетін осындай әрлейтін безендіргіш құралдарды қолдандым. Сіздер жемісті қолдансаңыздар да болады, шоколадты қолдансаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауы. Рецепт ұнаған болса қуаныштымын. Лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.